күн әріптестер. Бүгінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған съезге келуімізге өте қуаныштымыз. Мен Алматы облысы білім басқармасына қарасты облыстық білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығының әдіскерімін. Бүгінгі күннен өте үлкен жақсы өзгерістер, үміт, бір жаңашылдыққа бастама алатын жол ашылады деген үміттемін. Барша әріптестеріме сәттілік тілеймін. Қалай балаға деген еркіндік, еркін ойындарды қалай дамытуымыз керек, осыған үлкен мән берілуде, мынау модель іске асыру барысында. Соның бір жаңағы бағыты мынау ойын арқылы дамыту балаларды. Ойын арқылы дамыту бірінші рет емес, сіздерге мынау жазғы сауықтыру жаңағы кезеңін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар берілді үлкен. Сонда қалай ұйымдастыру керек, соның барлық жаңағы жолдары берілді. Сонымен бірге мынау жылда сіздерге әдістемелік нұсқау хат беріледі. 2021-2022 жылға арналған әдістемелік нұсқау хатта осы ойын арқылы ұйымдастырудың жаңағы бағыттары көрсетіліп берілді. Практика барысында білімді алушылар тәрбиеші педагог қызметінің ерекшелігімен жеке танысып, балалармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жүргізеді. Яғни баламен толыққанды қалай жұмыс жасау керек екен, сол жерде, яғни теорияда бала мектепте, колледжде олар үйрене алмайды. Бірақ оны практикаға барған кезде практика жүзінде, яғни сіздер сияқты тәрбиешілермен бірге жұмыс жасау барысында оны толыққанды үйренеді. Нақты бір критерийлер бар ма, міне 1, 2, 3, 4, 5 деген. Соны және де осы болса, жаңа ұсынысыңызға қосып, қазір осы жерде материалдар ертең таратылады. Сосын бізде сайтта ол тұрады. Мына әріптестеріміздің бәрі өз жұмысына ала қоятындай болса ішінде. Толықтырып берсеңіздер де болады. Бүгінгі съезден алып жатқан әсерім әрбір облыстан келген делегаттардан заманауи, заман талабына сай, инновациялық тәжірибемен бөлісу, әр келген әріптесімнен жаңашылдық идеяларды алу деп ойлаймын. Сондықтан осындай съезд ұйымдастырған білім және ғылым министрлігіне алғысымды айтамын. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту өз қарқынымен дамып келе жатыр. Өзекті мәселелердің бірі біздің алдымыздағы бүгін тәрбиелеп отырған бала ертеңгі болашақтың қалыптастырушы тұлға. Сондықтан біз ертеңгі қоғамды қалыптастырушы педагогтарымыз. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласы дами берсін.